Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз 38-ші сабақты орындайтын боламыз. Балалар, сабақты бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Бізде бүгін қорытындылау сабағы тікбұрышты параллелепипедтің көлемі және құрама фигуралардың ауданын табу бойынша алған білімдерімізді қорытындылайтын боламыз. Бірінші тапсырма бізде көлемнің өлшем бірліктері кестесіне сүйеніп, бос орындарды тиісті сандарды қоятын боламыз. Бізде 9 метр кубымыз 9000 дециметр кубқа тең, 18000 дециметр кубымыз 18 метр кубқа тең екен, 3000 сантиметр кубымыз бізде 3 дециметр кубқа тең екен, 60000 сантиметр кубымыз бізде 60 дециметр кубқа тең болады екен. Келесі балалар, бізде екінші тапсырма фигуралардың қабырғаларын тауып, олардың ауданын өлшейтін боламыз. Бірінші біз А нұсқасына көз жүгіртсек, бізде мына формуламен салып қойдым. S1, S2, S3 деп белгіледім және енін А1, А2, А3 деп белгілерге. Енді бізде бұл жерде А1 бізде 25 мм, В-мыз 20 мм, А2-міз және А3-міз 10 мм-ге тең екен. Бізде енді аудан миллиметр квадратын табу керек. Бұл жерде біз шешуін S1, S2, S3-ке қосынды мәнін жасайтын боламыз. Демек, S1 тең бізде жақшашыны V көбейтілген А куб бөлінген 2. Дәл осы формулаға салатымыз. Демек, 20-ны көбейтеміз 10-ға бөлеміз 2. Ол бізде 100 мм квадратқа тең. Келесі S2-ні табатын болсақ, біз А1 және көбейтілген В. Дәл осы формулаға саламыз. Бізде 25-ті, яғни көбейтеміз 20-ға, ол бізде 500 мм квадратқа тең болады. Енді S3 табатын боламыз. Бізде А2 көбейтілген В бөлінген 2. Дәл осы формулаға салсақ, 10-ды көбейтеміз 20-ға және 2-ге бөлеміз. Ол бізде 100 мм квадратқа тең екен. Енді ауданы табамыз. Ауданы осы шыққан 3 мәнді S1, S2-ден шыққан 3 мәнді бір-біріне біз қосатын боламыз. Демек, ол жерде бізде шыққан мән 100, 500 және 100-ді қосатын боламыз. Сонда бізде 700 мм квадратқа тең болады екен. Жауабы фигураның ауданы 700 мм квадратқа тең. Келесі Ә нұсқасын орындайтын болсақ, біз бұл жерде А1-мізді 25 мм деп есептедік, В1-мізді 20 мм деп есептедік. А2-міз бен А3-міз бізде 5 мм дедік. В2 мен В3-мізді 10 мм деп есептедік. Енді біз аудан миллиметр квадратын табатын болсақ, шешу бізде S1 және S2, S3-ті қосатын боламыз. Демек, S1 бізде А1 және көбейтілген В1, яғни бұл 25-ті көбейтеміз 20-ға деген сөз. Ол 500 мм квадратқа тең. Келесі S2-ні анықтайтын болсақ, А2-ні көбейтеміз біз В2-ге. Ол дегеніміз 5 пен 10-ды көбейтеміз, ол бізде 50 мм квадратқа тең. Келесі S3-ті анықтайтын болсақ, А3 пен В3-ті көбейтеміз. Демек, ол жерде 5 пен 10-ды көбейтеміз, 50 мм квадрат болады. Енді біз ауданын табатын болсақ, осы шыққан S1, S2, S3-тің 3 мәнін біз бір-біріне қосамыз. Демек, 500-ді қосамыз 50-ге, және қосамыз 50-ге, ол бізде 600 мм квадратқа тең екен. Фигураның ауданы 600 мм-ге тең болады. Келесі балалар, үшінші амалдарды орында деген, бұл жерде біз бірінші дециметрімізді сантиметрге айналдырып алайық. 45 дециметр куб дегеніміз, ол 45 сантиметр куб дегеніміз. Демек, одан азайтамыз 59 сантиметр куб, ол бізде 44941 сантиметр кубқа тең екен. Келесі 74 метр кубымыз, ол бізде 74000 дециметр куб болып есептеледі екен. Одан азайтамыз 145 дециметр куб, ол бізде 73855 дециметр кубқа тең болады екен. Келесі 50 сантиметр кубымызды біз айналдырамыз миллиметрге. Ол бізде 50 000 мм кубқа тең екен. Одан азайтамыз 35 мм куб, ол бізде 49965 мм кубқа тең. Келесі 10 сантиметрімізді айналдырамыз миллиметрге, ол бізде 10 000 мм кубқа тең екен. Одан азайтсақ біз 63 мм кубты, ол бізде 9937 мм кубқа тең екен. Келесі 1 метр кубымызды біз айналдырамыз, яғни сантиметрге, ол бізде 1 миллион сантиметр кубтікі тең екен. Енді одан аламыз біз 450 сантиметр кубты, ол бізде 95250 сантиметр кубқа тең екен. Келесі 69 сантиметр кубымызды біз айналдырамыз миллиметрге, ол бізде 69 мм кубқа тең екен. Одан алсақ біз 609 мм куб, ол бізде 68391 мм кубқа тең екен. Келесі балалар, бізде төртінші тапсырмада әрбір сыйлықта суретте көрсетілгендей таспамен байланды. Егер түйіні мен ұшына 50 см қалатын болса, қорапты байлау үшін қанша сантиметр таспа қажет екен? Осындай 5 сыйлықты байлау үшін таспа қанша қажет екенін сұрап тұр. Біз енді бұл жерде А 20 см деп алайық, В-ны 25 см, С-ны 15 см, Д-ны 50 см түйіні мен ұшы деп алайық.
Енді бізде бірінші қорапта неше сантиметр таспа және бесінші қорапта неше сантиметр таспа екенін сұрап тұр, иә. Шешуі біз периметр, яғни 2 көбейтеміз А-ны, қосамыз 2 көбейтілген Ф, қосамыз 4 көбейтілген С, қосамыз Д-ға. Енді біз дәл осы неге айналдыратын боламыз. Формулаға сандардың орнын жазып шығамыз. Демек біз 2 көбейтілген 20, қосылған 2, қосылған 25, қосылған 4, көбейтілген 15, қосылған 50 деп аламыз. Сонда бізде 2 мен 20-ны көбейтсек 40, 2 мен 25-ті көбейтсек 50 екен, 4 пен 15-ті көбейтсек 60, 50-дің өзін жазамыз. Демек, барлығы 200 сантиметр болады екен. Бір қорапқа 200 сантиметр кетеді екен. Енді біз П көбейтілген 5-тен, енді біз дәл соның орнына қойғанда 2000 көбейтілген 5, ол бізде 1000 сантиметрге тең екен. Демек, 5 қорамыз бізде 1000 сантиметр. Жауабы бір қорапты байлау үшін 200 сантиметр, 5 қорапты байлау үшін 1000 сантиметр таспа қажет. Келесі біз 5-ші А тапсырмасын орындайтын болсамыз, текшенің көлемі 27 дециметр куб, текшенің қырлары нешеге тең дейді. Бұл жерде В тең біз 27 дециметр куб деп алсақ, А бізде дециметрі белгісіз, демек шешуі 27 тең бізде А кубқа. А тең 3 дециметрге, текшенің қыры сонда бізде 3 дециметр болады екен. Келесі Ә нұсқасында бізде В тең 64 метр кубқа, А бізде неше метр екен белгісіз, демек бізде 64 тең А кубқа. А тең 4 метрге. Жауабы текшенің қыры 4 метр болады екен. Келесі бізде 6-шы тапсырма есептерді шығар дейді. А нұсқасын айтатын болсақ, шипажайдың бір бөлмесінде жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін әрқайсында 12 метрден болатын 8 орам түс қағаз керек. Осындай 5 бөлмеге жапсыру үшін неше метр түс қағаз қажет дейді. Бізде бір бөлмеге 12 метрден 8 орама, 5 бөлменің неше метр түс қағаз екен белгісіз. Демек, шешу біз 8 ораманы көбейтеміз 12 бөлмеге. Ол бізде 96 метр және ағыне бір бөлмеге 96 метрге текен. Енді шыққан 96 мәнімізді біз 5 бөлмеге, яғни 5-ке көбейтеміз. Тең ол бізде 480 метр, яғни 5 бөлмеге 480 метр кетеді екен. Енді бізде өрнектерінде жазатын болсақ, жақшаның ішіне 8 көбейтілген 12, жақшаны жабып көбейті 5 бізде. Демек 8-де 12 көбейтсек 96, 96-ны 5-ке көбейтсек 48 сантиметрге тең. Яғни бізде жауабы 5 бөлмеге 480 метр түс қағаз қажет болады екен. Келесі Ә нұсқасында бізде шипажай бөлмелерін жөндеу үшін 480 метр түс қағаз қажет. Егер бір орамда 12 метр түс қағаз болса, қанша орам сатып алу керек? Бізде бір орамда 12 метр, орамдар саны данасы белгісіз, барлығы 480 метр енген. Енді бұл жерде бізде шешу 480-ді біз бөлеміз 12 орамаға. Ол бізде 40 данаға тең екен. Демек, жауабы бізде 40 орам сатып алу қажет екен. Келесі бізде 7-ші тапсырма есептерді шығар. Арман қабырғалардың ұзындығы 4 см шашы пішінді қағаз парақта 2 төртбұрышқа бөлді. Осы тік төртбұрыштың бірінің периметрі 10 см, екіншісінің ауданы қаншаға тең делінген. Бұл жерде біз П1 және С2 енін В деп белгілеп қойдық. П1-дің астына А1 және С2-ның астына А2 деп белгілеп қойдық. Енді бұл жерде В тең бізде 4 см, периметр бізде 10 см, С2 бізде сантиметр белгісіз. Шешуі периметр тең 2 көбейтілген А1 қосылған В. Дәл осы формулаға салып келтірейік. 2 көбейтілген жақшаның ішіне А1 қосылған 4 тең, ол бізде 10-ға тең екен. А1 қосылған 4 тең 10 бөлінген 2. А1 қосылған 4, 10-ды 2-ге бөлсек 5 екен. А1 тең 5-тен біз 4-тен алатын боламыз. А1 тең бізде 1 сантиметрге тең екен. А1 қосылған А2 бізде 4. А2 тең 4-тен біз А1-ды енді алатын боламыз. А2 4-тен 1-ді алсақ 3 сантиметр. С2 бізде А2 көбейтілген В бізде ол орнына қойсақ 3 пен 4-ті яғни көбейтеміз. Ол бізде жауабы С2 бізде 12 сантиметр квадратқа тең болады. Келесі балалар бізде 8-ші тапсырма суретте текшелер салынған қорап бейнеленген. Осы қорапқа ең көп мөлшерде қанша текше сыйғызуға болады? Егер текшелердің қабылары 4 см екендігі белгілі болса, қораптың таза көлемін табуға бола ма дейді. Бізде А тең 6 текше деп алайық. В тең 3 текше, С тең 2 текше. Текшелер бізде 4 сантиметрге тең екен. Енді бұл біздерде формулаға салайық. А көбейтілген В және С-ға.
Дәл осы формуланың орнына сандарды қойсақ, 6 көбейтілген 3 көбейтілген 2 тең бізде 36 қорапқа сыяды. Енді біз бұл жерде кубты табатынымыз. Ол бізде 4 көбейтілген 4 және 4 және ол 64 сантиметр кубқа тең екен. Енді осы шыққан 64 сантиметр кубты біз 36-ға көбейтеміз. Ол бізде 2304 сантиметр кубқа деген. Енді сантиметрді біз 2 дециметр куб 304 сантиметр кубқа айналдырып қойдық. Демек жауабы қорапқа біз 36 текше сыяды. Қораптың көлемі 2304 сантиметр куб және 2 дециметр куб 304 сантиметр кубқа тең екен. Келесі балалар бізде 9-шы тапсырма. Үй тапсырмасы: егер тор көзінің қабырғасы 5 мм-ге тең болса, фигураның боялған бөліктің ауданы қанша болады дейді. Бізде А тең 5 мм деп алайық. Боялған бөлік саны бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 тор көз. Енді бұл жерде біз ауданын табайық. Неше миллиметр куб боялғанын табатын болсақ, біз мына формулаға саламыз. S тең А көбейтілген А. Демек, 5-ті біз 5-ке көбейтеді екенбіз. Ол бізде 25 мм квадратқа тең екен. Яғни бір тор көздің ауданы 25 мм квадрат. Енді осы шыққан 25 мм квадратты біз көбейтеміз 11-ге. Ол бізде 275 мм квадратқа тең. Яғни 11 тор көздің ауданы 275 мм квадрат. Жауабы боялған бөліктің ауданы 275 мм квадратқа тең болады екен. Балалар, менің каналым сіздерге пайдалы болса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі сабақтарда біз кездескенше.